Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кешкі асқа балық қуыратын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды, суымызды құйып, ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз салмаймыз, өйткені менің балығым тұздалған. Менің әдісім бойынша қуырып көріңіздер, өте керемет болып шығады. Әркімде әрқалай ғой, негізі балық қуырады. Енді мен жаңа рецептпен қуырып көргелі жатырмын. Керемет болып шықты, дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ал ас болсын.